Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Кезекті достық подкастың шығарылымы. Біз бүгін нашақорлық ғасыр дерті тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Естеріңізде болса, өткен шығарылымдарда айтып өткендей, жалпы ұлттық құрылтайдың 3-ші жиынында Атырауда өткен президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазіргі қоғамның нақты 5 кеселін айтқан болатын. Соның бірі осы нашақорлық еді. Бүгін сол нашақорлық турасында, әсіресе оның ішінде синтетикалық есірткілердің таралуы, онымен күрес мәселесін, өңірімізде қалай орын алып жатқанын, оның салдары қандай екенін туралы ой бөлісетін боламыз. Мүмкіндігінше себептерін анықтауға тырысамыз. Ол үшін студиямызға арнайы қонақтар шақырылған болатынбыз. Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығының өкілі, психолог Шәмшия Наушабаева ханым. Сонымен бірге Атырау облыстық полиция департаментінің ресми өкілі Мейірім Ердәулет. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді осы сөз барысында да айттық, қазіргі осындай актуалдылық, өзектілігінің көп болып отырған себебі есірткінің жаңа түрі, синтетикалық есірткінің пайда болуы және оның кең көлемде пайда болуы. Қазіргі таңда әлемдік осы есірткімен күрес өкілдері, олар дәрігерлер болсын, олар құқық қорғаушылар болсын, шынымен дабыл қағуда. Өйткені бұл есірткі бұрын қалай болды? Бұрын есірткінің белгілі бір түрін алу үшін, қолдану үшін ол белгілі бір жерде өседі, оның табиғи негізі болатын. Сосын ол басқа елден басқа елдерге тасымалданып жүретін болса, бұл есірткілерді кез келген жерде, кез келген уақытта әртүрлі химиялық реакцияларды, реагенттерді қосу арқылы жүзеге асыруға болады екен. Осының қаупі қандай? Осы айтып отырғаным дұрыс қой енді. Сәйкесінше оны емдеу де қиындап. Осыған бір өзіңіз тоқталып өтсеңіз маман ретінде. Айтқаныңыз өте дұрыс. Емдеу өте қиын. Бізге жаңағыдай асқынған түрде келеді. Ем алады, бірақ ол ем үйіне шыққаннан кейін нәтижелі болмайды. Себебі синтетиканың бір жағынан тәуелділік бірден пайда болады. Тәуелділік бірден пайда болады. Сосын өзіңіз айтқандай, оның құрамы өзгере береді. Антидоты жоқ. Антидотын табу өте қиын. Сондықтан да стандартпен біз протоколмен емдеген өзінде үлкен жетістікке, үлкен нәтижеге жете алмаймыз. Көрермендерге түсінікті болу үшін тоқталып өтейік. Мысалы, белгілі дәрежеде есірткінің бір түрін, атын айтып қояйық, белгілі бір түрін қолданған адамды, оның өзінің емдеу протоколы бар. Яғни ол мынандай деңгейде болса, стадияда болса, оған мынандай дәрі-дәрмектер, мынандай препараттар беріледі, оның уақыты мынандай уақытқа шейін созылады деп айтылады кез келген есірткі түріне. Ал мына есірткіге жоқ, өйткені бұның химиялық құрамы әрқилы. Құрамы әртүрлі. Сондықтан да оны біреуін тапқанмен екінші түрін таба алмайсың. Себебі тағы қандай қоспа-қоспаның белгісіз. Сондықтан емдеуде қиын. Былайша айтқанда мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Ал бізде Атырауда көп па осындай адамдар өлкемізде? Атырауда енді жаңағы статистиканы білмейміз, екенін, бірақ күнделікті өзімізге жаңағыдай ата-аналары, жолдастары, болмаса жұбайы, болмаса ағайындар келіп, жаңағыдай осындай бала, осындай істеуге болады деп, жақын тумалары келеді, жаны шеккен. Өздіктермен олар көп келе қоймайды. Шығып жүреді, бір орында тұрмай, оның жаңағы сол есірткілердің синтетиканың бір жағынан тәуелділік бірден пайда болады, біріншіден. Сондықтан тәуелділік пайда болғаннан кейін оның күнделігінде қолданғаннан кейін, даже бір қолданғаннан кейін де уже психикасы бұзыла бастайды. Жаңағы эмоционалдық тұрақсыздық, өтірік айту, сендіру, жаңағы өзінің несін береді, сөзін береді, білем, сөйтем, бірақ оны орындамайды, критика жоқ, мышлениесі өзгереді, өзінің жаңағы қарым-қатынас ортасы да өзгереді. Сондықтан да өте қиын. Және бұл есірткінің қазіргі таңда осы синтетикалық есірткілердің белең алуының, жаппай белең алуының, және қоғамның әртүрлі страталарына қарамастан кең таралуының тағы бір себебі бұл оның қолжетімділігі, яғни таралу жолының өзгеруі болып отыр ғой. Бұрынғы дәстүрлідей белгілі бір нүктеден, белгілі бір жерден барып алмаймыз. Қазір әлеуметтік интернет арқылы қолжетімді болып отыр.
Мейрам Қазіргі таңда енді жыл басынан бері Атырау облысы көлемінде біздің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі айналымына қатысты 106 деректі анықтап ашып отыр. Қазір сотқа кетпегені 25, әлі де тергеліп тексеріп жатыр. Олардың бұл жерде енді есірткі айналымы болғаннан кейін оны өндіруші бар, сатушы бар, оны тұтынушы бар, ол барлық тараптар анықталып бүге шүйесіне дейін шығу қажет. Енді осы жылда ең бір түйткілді нәрселердің бірі ол есірткі тасымалдаушылардың арасында 16 жастағы жасөспірім анықталып ұсталып отыр. Тасымалдаушылардың арасында. Енді ешкімге жасырын емес, әлеуметтік желі арқылы, сондай-ақ қазіргі заман технологиялардың дамуына байланысты есірткі айналымында мына жасырын тығып сату әдісі арқылы тасымалдайтындар ауызбекі тілде, әлеуметтік желіде барлық адамдар да біледі, закладчиктер деп айтады. Әлеуметтік эксперименттерде жасап көрдік, ұсталуда. Себебі қазір қалада, көшелерде әсіресе жастар ұсталады, камералардың көмегімен көбінесе анықталуда ондай іс-әрекеттерге барушылар. Сондай-ақ айтып кеткен жөн, жалпы Атырау облысы аумағына келіп есірткіні со жасырын тығып сату әдісі арқылы жүзеге асыратындардың басым бөлігі өзге облыстан келген тұрғындар. Олардың әлеуметтік желіде жоғары ақылы жұмыс қамтамасыз етесіз, курьерлік служба қызмет түрлерімен айналысып, осыншама үлкен қаражат табуға болады деген желеумен Атырауға келіп, алайда келген кезде түрлі осындай синтетикалық есірткіні бөліп, жасырып тығу әдісі арқылы сол әрбір жасырғаны үшін өзіне қажет қаражат арқылы ақша табу жолын кезінде ұсталып, анықталып, қылмыстар әшкере болуда. Солардың ішінде бір айтып кеткен жөн, осы сәтті пайдаланып, мысалы, өткен жылы мен жеке өзім сұхбаттасқам, Қызылорда облысының 21 жастағы қызы, сол жақтың тумасы, студент, өзі әуелде бір басқа бір достарының арасынан есірткіге қызығушылық танытып, содан тәуелді болған есірткіге. Одан кейін оның сөзіне сенсеңіз, өзінің ноутбугын, студент қой енді, ноутбугын, ұялы телефонын, ата-анасын алып берген жоғары қымбат бағалы бұйымдарын, соның барлығын өткізіп, ең соңында оқуының ақысын да осы есірткінің жолына жұмсап тығырыққа тірелгеннен кейін ол соңғы ақшасына осы есірткі сатумен айналысамын деп ол саналы түрде өзі біліп Атырауға келіп, жіберген ақшаларының бәрін орнын толтырамын, бұл жолға енді қайтып келмеймін деп Атырауға келіп есірткі сату барысында анықталып ұсталды. Жас өкінеді, жылап отыр, мысалы, мен дейді, қолымда бар нәрсенің бәрін берер едім, қазір ата-анаммен бірге отырып үйде шай ішсем дейді. Қаншама өмірімді құрттым дейді, мен олардың қазір бетіне қарап, жазамды өтеген күннің өзінде олардың бетіне енді қалай қараймын, қалай бұның артын жуып шаямын деген сияқты үлкен өкініші, үлкен артында өкінішін жеткізіп отыр. Мысалы, айтады да, менің жасымдағы қыздар қазір дипломын алып жұмыс жасап жүр ғой, менің жасымдағы қыздар тұрмыс құрып балалы болып жатыр, мен өз өмірімді өзім құрттым деген секілді. Мысалы, сол ақшаны ыдыс жусам да, еден жусам да, 3 жылда, 4 жылда құтылсам да құтылуға болар еді ғой, осы жолды таңдамағанда деген өкінішін жеткізген. Біз оны әлеуметтік желілерге бетін бүрмелеп тараттық. Енді қазір есірткімен қарсы күресте бізде тек қана полиция департаменті емес, барлық мемлекеттік органдар жұмыла бірігуде. Соның ішінде қазір басым бағытты білім беру ұйымдарына беріп отыр. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткінің жасаруына жол бермеуге ұмтылуда. Өйткені есірткіні тұтынушы да, есірткіні тасымалдаушы да жасарса, ол біздің болашағымызға кері әсер ететіні сөзсіз. Қазір қаншама жас адамдар өзінің пайдаланып денсаулығын құртады, болашағы құртылады, ал пайдаланбай оны сату арқылы тез
табыс табам деп жасаған күннің өзінде ол да қылмыс әшкере болып оның да болашағы құртылады. Дегенмен бірақ енді мойындауымыз керек, тенденция байқалады, есірткі тұтынушылардың да таратушылардың да бәрібір орта жасы жасарып келе жатыр, иә? Иә, орта жасы жасарып келе жатыр. Енді қылмыскерлердің арасында 16 жастағы жасөспірімнің анықталып ұсталуы балалық деп айтуға келмейді. Өйткені ол 16 жастағы баланың өзі ол нәрсенің не екенін біледі. Қандай қадамға барып тұрғанын анық түсінеді ғой. Анық түсінеді. Мысалы, қоғам белсенділері де бар. Қазір осы тақырыпты көтеріп, мысалы, жастар арасында түсіндірме жұмыстарын өзінің дұрыс бағыттарында беріп жатқан бірнеше спорттық ұйымдарға, жергілікті атқарушы органдарға да ұсыныстар берілді. Мысалы, бұлардың барлығы, мысалы, жастардың бос уақытының көп болуынан болуы мүмкін деген секілді. Қазір енді қоғамда байқауға болады ғой, спорт секциялары, әсіресе тегін үйірмелер саны көбейтілді. Өткен жылдан бері ұсыныстар берілді. Бұл енді жаңағы біз айтып отырған аталған мәселені шешуге кешенді түрде келу керекпіз деген мәселе ғой. Дей тұрғанмен осы жалқыдан өтіп жалпыға ауысатын болсақ, осы Шамшия Хамиденқызы, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде сондай адамдармен тікелей жұмыс жасап көрдіңіз ба? Дәл осы нашақорлықтың, есірткіге тәуелдіктің осы синтетикалық есірткіге тәуелді адамдармен. Синтетикалық басқалардан айырмашылығы. Пациенттермен жасап қойдым. Менің тәжірибемде бір үшеуі келді. Үшеуінде жаңағыдай тәртіпсіздік байқалады. Оның өзінде мотивация жасаймыз ғой. Мотивацияға да келгім келмейді. Негізінде ата-аналары, туыстары жаңағы өзінің жанашыры, солар жанашып алып келеді. Алып келгенменен ол бала қоям деген, может быть, жаңағыдай несі болар, енді талабы, болмаса өзінің арманы, бірақ оны қоя алмайды. Синтетиканы қоя алмайды, себебі деген синтетиканы енді өзіңіз біліп отырсыздар, бәрі де біледі, ешкімге секрет емес ол. Сондықтан да оны одан ол тек ағзаны емес, ол миды да, иә? Миды, әңгіме сол мида ғой. Мида әңгіме мидың жұмысын бұзған. Жаңағыдай бір орында отыра алмау, скорость деп неге бір орында отыра алмайды, ұшып жүргісі келеді, айтқанда тыңдамайды, критика жоқ. Сондықтан да ешкімге бағынбайды. Мен жақында өзім танысымның баласын алып бардым клиникаға, өзім көмектесейін, енді бар клиникаға. Клиникада енді мысалға психотерапия деген бар, оны жақсы көмектесуі мүмкін деп жаңағы барғанның өзінде жаңағы ұятқа қалдырды енді. Тыңдаған жоқ дәрігерлерді. Клиниканың тәртібін бұзды, режимін бұзды, арақ ішті, пиво ішті, сол өзі емделем деп келіп тұр. Кетіп қалып жүрді, келмей қалып, қонбай қалып жүрді клиникаға. Енді ол клиника жаңағы шектеу қоймайды, себебі деген ол өзінің әркім өзінің жаңағы рұқсатыменен, өзінің жаңағы ниетіменен келеді. Емделем деп, емделемді келгесін жерде оларды сен қатты режимде болмайды, жаңағы ашық түрде. Мәжбүрлі болмайды. Ал енді мәжбүрлеп емдейтін ол ана Павлодар қаласында бар, бір жылға мәжбүрлеп емдейтін жабық мекеме. Бірақ бұл орайда көріп тұрсыз, мәжбүрлеп емдеугеннен кейін бәрібір психикалық өзгерістер орын алғаннан кейін, эмоционалдық фон өзгергеннен кейін адам ол мәжбүрлі емделіп шыққаннан кейін бір жылдан кейін қайтадан бастап кетуі мүмкін. Кетуден бастап кетеді, кетуі де мүмкін. Айналасы көмектессе, бақылап жүрсе, әке-шешесі бақыласа, әңгіме ата-анада ғой, ата-ананың қараусыз қалғаны, уақытында дер кезінде байқамағандары. Сондықтан да нәтиже болады. Бірақ сіз айтып отырсыз, алғашқы қолданғаннан бастап бұл өте адам өзгеріске ұшырайды. Яғни бұны бір рет қолданып көрген адам енді қайтып бола алмайды дейсіз ғой. Былайша айтқанда көп өзгеріске ұшырайды. Тұлға ретінде.
көп өзгеріске ұшырайды. Сондықтан да адам болу қиын. Адамның қатарына қосылу қиын, жұмысқа қосылу қиын, жұмыс жасалмайды. Сол тек жаңағы қайткенде де ұрлау, жаңағы ұрлап кішісінің үйін тонайды, басқа жерді тонайды. Тонап сосын бір күні сол енді тонағандар бір жерден жаңағыда ұсталып қалса, сол кезде уже түрмеге кетеді. Ар жағында енді не болатынын ондай біледі. Жалпы осы Мейну ханым, мына профилактикалық шаралар белгілі дәрежеде нәтижесін беріп жатыр ма? Оны бір қадағалайтын критерийлер бар ма, негізі бағамдар? Мына өзіңіз бастап айтып кеттіңіз. Профилактикалық шараларды қазіргі таңда бізде есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы жалпы мына үкіметтік емес ұйымдардың да ықпалы жақсы әсер етуде қазіргі таңда. Балалардың тек қана жаңа есірткінің не екенін айта беру емес бұл жерде. Осыдан 3-4 жыл бұрын біздің қызметкерлер жаңа есірткі зиян, есірткіге жол жоқ дейтін білесіздер, баннерлер шығып, неше түрлі ұранды декларативтік. Ұранды профилактикалық жұмыстар жүрген. Қазір енді олай емес. Мына балалардың арасында спорттық жарыстар ұйымдастыру, спорттың жаңа түрлері бар ғой қазір шығып жатырған. Балаларды сол жаққа қызығушылығын басқа жаққа бұру бағытында профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Себебі біз білеміз, бала кішкентай кезінің өзінде психологиялық тұрғыда мынау жаман деп айтқан сайын оған үйір болады. Қазір енді психологтармен ақылдаса келе сол бағытты екі есе қамтып, бірақ әлеуметтік эксперименттерді де жаңағы еріктілердің қатысуымен жасап жүрміз. Мен өзім де қатысқам сол эксперименттерге. Мына біздің қала тұрғындарының мысалы есірткі жасырып жүрген сияқты күдік тудырған адамға реакциясы қандай болады, ол қандай іс-әрекет жасайды. Сонда көп адам жақындауға қорқады, бірақ 102-ге хабарласып айтады. Бұл жақсы көрсеткіш. Мына жерде осындай күдікті адам жүр, мен нетсеңіздер сізге фотоға жібере аламын, қазір фотоға түсіріп алдым сыртынан деп. Осындай нәрсе болды. Енді бір болған бір қызық жағдай, ол біздің жалпы қала тұрғындарының менталитетіне сәйкес те болар. Үлкен паркке апарып солай жасырын тығу әдісін жасадық. 16-17 жастағы студент балалар біздің экспериментке қатыстырушы еріктімізді тұра сала, баса сала қуып кетті, артынан қуалап, ұстап. Сонда енді біз артынан жүгіріп бара жатырмыз, ұстап алайық деп бірге, енді ұстап алса не болатынын білмейміз ана жерде. Сонда өз-өзінше олай шешім қабылдау ол өте қате нәрсе. Бірақ енді жастар болған соң жастар. Сол жерде енді түсіндіріп айттық. Егер сіздер бұл жерде оларға бір зиян келтірсеңіз десе, онда сіздердің үстеріңізден арыз шағым түссе, сіздердің үстеріңізден қылмыстық қандай да бір құқық бұзушылық дерегін көтерілуі мүмкін деген секілді түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Былайша айтқанда енді ол жастық максимализммен әділдік орнату. Сонда балалар біліп тұр, біз білеміз оның сондай закладчик екенін білеміз, біз сол үшін оның артынан қудық, олай жасамау керек деген сияқты жастар жалындап тұрған несі бар, қуантады ондай нәрсе әрине. Бірақ енді жаңағыдай өз-өзінше билік ету ол да қылмыс. Соны түсіндірдік. Бірақ енді ондай дерек бізде облыста орын алды, әлеуметтік желіде бәріміз білеміз. Әсіресе мына осыдан 2 жыл бұрын Жұлдыз ықшамауданында болып жүрді. Ешкімге жасырын емес қой, бір белгілі бір адамдарды ұстап алып, бетін әшкерелеп, фото, видеоға түсіріп, осы сәтті пайдаланып айтқым келеді, бұл қылмыс. Олай жасауға болмайды. Дәл есірткілер емес, бірақ психотроптық дәрі-дәрмектер таратқан үшін. Ондай қылмыс түрлері де болды бізде. Қазір одан кейін дәріханалық есірткінің жолын кесу, түбегейлі жолына шектеу қою бағытында енді үкімет тарапынан білесіздер, заңдар қатаңдатылды. Одан кейін бұл бағыттағы ашық түрде десек болады, көп адамдар мысалы сондай дәрінің бар екенін біліп, оның да жасырын саудасы айту керек. Бір айдың өзінде 10 мыңнан астам дана сондай психотропты дәрілерді тәркілеген сәттер болды. 10 мыңнан астам? Полиция департаментімен.
10 мыңнан астам. Ондай дәріні Атырау қаласына алып келе жатырған мысалы мына такси жүйесі де тексеріліп өзге қалаға мына такси арқылы алып келген ғой. Себебі бізде пойыздар, самолеттар, білесіздер, барлығы тексеріледі. Бізде көліктік полиция департаменті бар. Онда кинологияның иттері барлығы жұмылдырылған. Осыдан 3 жыл бұрын бізде басталды. Қазіргі таңда мына почта дейміз ғой. Бізде ұдайы келген почталарға кинологияда қызметтік иттердің тінту арқылы енді олар иіс сезгіш қой. Сол арқылы тінту жұмыстары жүргізіледі. Мынау астыртын интернет тапсырыс беру арқылы шетелден есірткі алдырмас үшін. Келмеуі үшін бізде арнайы осы есірткіні анықтауға арналған иіс сезгіш қызметтік иттердің көмегімен келген сәлемдемелердің барлығы тексерілуде. Профилактикалық бағытта оны да көрсетіп отырмыз. Мінекей біз тексеріп жатырмыз, қарап жатырмыз деген секілді. Бір сұрақ туындап отыр. Мына иттер синтетиканы иісін сезеді ме? Иә, сезеді. Синтетиканы. Арнайы үйретілген, олар барлық иісті сезеді ғой. Бізде енді жаңағы эксперимент ретінде балаларға да көрсетеміз соны. Вокзалдарға да апарып көрсетеміз. Бірінші оған иісін беру керек, одан кейін өздерінің протокол бойынша жұмыс жасайды ғой. Синтетиканың иісі болады ма екен? Олар барлық иісті сезеді. Білесіз ғой, адамның киіміне қарап та иісті сезеді. Закладка түрінде, мысалы, көшедегі, сізге айта кетейін, осы қыста болды бізде жасырып тығу кезінде, енді ол синтетика изолентаға орнатылған нәрсе ғой, соны анықтап ұстады. Тығу кезінде. Бірақ ол ұсталған кезде Ақтөбенің тұрғындары, ұсталған 2 жігіт ұсталады Ақтөбеден, олардың жасырып кеткен жерлерін білмеу мақсатында, біздер біліп қалмау үшін полиция, олар телефондарын сол жерде сындырып, мүлдем іске жарамсыз қылып. Жарамсыз қылып, сол жерде бір минутқа жетпейтін уақыттың ішінде барлығын сындырып мүмкін болмай қалды. Сол кезде енді камераның көмегімен, сол қызметтік иттердің көмегімен енді ойланыс изолентаны бір ескетіп, сол қаланың ішінен 50-ден астам жерді анықтады қызметтік иттер. Ол енді біз физиологиялық тұрғыда оның қалай жұмыс жасайтынын енді ол жаратылыс қой. Оны анықтау, мысалы, енді адамның өзі, техниканың өзі қателесуі мүмкін. Мүмкін кейбір жағдайда қызметтік ит қателесуі де мүмкін, бірақ оның бәрібір анықтауға, табуға ықпалы зор. Жалпы айтады ғой, адамның айыра алатын иістерінің түрінен иттікі бірнеше есе көп деп. Және біздің анау мұрнымызға бара бермейтін бір енді синтетика боласын ойлайсың ғой. Иісі әртүрлі. Құрама басқасы дейсің. Табылады ма екен деген. Үйреткен жасалған екен. Ол енді 25 шақырым жерге дейін жоғалып кеткен. Мысалы, бізде Исатай ауданында болды, қыс мезгілінде. Енді тақырыптан сәл өтейін. 25 шақырымға кетіп қалған адамды біздің Асти дейтін қызметтік итіміз анықтап тапқан. Адам үсіп қалуы мүмкін болған. Бірақ адамның киімін көрсетіп, одан кейін тек қана қызметтік, енді кинологияда олардың өздерінің иелері болады, қызметтік итпен серіктес дейді ғой, бірге жұмыс жасайтын. Кейбір енді таңғажайып сәттер болып тұрады. Мысалы, 25 шақырымдағы адамның қай бағытқа кеткенін қызметтік ит анықтап. Былайша айтқанда енді тек қана біздер емес, есірткімен күрес басқармасы емес, біздің психолог, нарколог мамандар емес, сонымен бірге иттерімізді икемделіп жатыр дейсіз жаңа есірткі түріне. Енді шыны керек, бұл бұл есірткімен күрестің өкінішке орай айтарлықтай нәтиже бермей отырғаны, бұны және емдеудің де айтарлықтай нәтиже бермей отырғанның бір себебі бұл қазіргі таңда бұл есірткіні былайша салыстырмалы түрде айтқанда осы жерде, осы бөлмеде де отырып дайындауға да болады, егер прекурсорлар болатын болса, болмаса Алматыда дайындап бер жағырайық тасымалдауға болады. Және қолымызда бар химиялық реагенттермен, химикаттармен дайындап, оны Алматыдағыдан құрамы өзгере кетіп шығаруға болады, және оны таратуда сондай. Бізде Атырауда ұсталды ма өндірушілер?
анықталды ма? Жоқ, Өндірушілер. бізде қылмыстардың басым бөлігінде тек қана таратушы, жөнелтуші, сатып алушы басым бөлігі. Алайда бізде фитолабораториялар ғана анықталып ұсталды. Бұл Бұл жаңағы табиғи есірткілерді өсірушілер. мысалы осындай бөлменің өзінің ішіне неше түрлі жарық түсіргіш, желдеткіш жүйелерін орнатып, өздері суару жүйесін орнатып, бір бөлменің ішінен 100-ге жақын, 150-ге жуық есірткі түрін өсіріп анықталып ұсталғандар бар. Бұл фитолаборатория. Сондай-ақ жасырын жағы кептіріп, дайындап, жасап жатырған күдіктілер де анықталып ұсталған бұл бағытта. Бірақ бұның барлығы фитолаборатория. Табиғи өсімдікпен. Бірақ химиялық тұрғыда бізде 8000 тоннаға жуық прекурсорлар анықталды. Ол енді мұнай өнімдерін заңсыз сақтау, олардың да құрамында химикаттар бар. Сондай-ақ химиялық заттарды сақтаудың оларды тәртіп ережесі бар. Соларды бұзушылардың өзін анықтауда, себебі ол жерден білетін адам қандай да бір элементті алуы мүмкін, жөнелтуі мүмкін деген секілді. Бұл бағыттағы жұмыс кешенді жүргізілуде, бірақ айта кеткен жөн, оны біздің қызметкерлерге дәлелдеу, қылмысты ашу ол үлкен жұмыс, үлкен күшті талап етеді. Алайда жолын кесу бағытында барлық мұнай компаниялары да қазіргі таңда тексерілуде. Біздің облыстың үстінен өтетін қандай да бір жүктер дейміз ғой, солардың құрамында мысалы прекурсорлар болса, оларды заңсыз тасымалдап бара жатса, олардың да жолын кесіп жатқан деректері бар. Жалпы жұмыстар жасалып жатыр, бірақ енді аталған әрекеттерден қылмыстық құрам бар екенін дәлелдеу ол қиындау дейсіз ғой. Иә. Ол прекурсорлар мысалы сіз білмейсіз, мына жерде 10 тонна мұнайдың қалдықтары сақталып тұруы мүмкін, белгілі бір компанияға, немесе белгілі бір компанияның мердігер мекемесіне тиесілі, оның қоймасында деген секілді жедел профилактикалық іс-шаралар болады. Сондай кездерде біздің қызметкерлер бірден сондай жерлерде тексерістер жүргізеді. Заңды сақталып тұр ма, техникалық талапқа сай ма, көрсетілгендей көлемде көлеміне дейін тексеріп, мысалы 10 тонна бұл жерде 9 тонна қалса, 1 тоннасы қайда кетті деген сияқты сұрақтарды да қойып анықтап тексеруде. Бірақ енді ол прекурсор болғандықтан ол тек қана сол бір прекурсордың көмегімен дайындалмайтыны анық, бірақ алайда қылмысқа жол бермеу бағытында жұмыстар жан-жақты жүргізіледі. Ол жаңағы бір теңізге қосқан бір құттай тамшыдай болар, бірақ оның артындағы ықпалы үлкен болуы мүмкін. Сондықтан тексеру жұмыстары тоқтаған емес. Бізде енді өкінішке орай жаңағы шетел азаматтарының да келіп, Қазақстанның, еліміздің басқа өңірлерінде шетел азаматтарының да келіп осындай заңсыз лабораториялар, зертханалар жасаған осы есірткі өндірісінде анықталды. Белгілі дәрежеде тіпті мынау өнер, эстрадада жүрген белгілі бір Алматы қаласында жас әншілер, жас топ, музыкалық топ заңсыз түрде сондай есірткі лабораториясын өздері ұстаған, сәйкесінше өздері таратушы болған. Осындай жағдайда келгенде бұл қоғамның белгілі дәрежеде бұл синтетикалық есірткі, бұл жастардың есірткісі әуелде барайды ғой, сіз білесіз, токсикомандардың ішінде көбіне ол белгілі дәрежедегі жас айырмашылыққа ерекшеленеді, кішкентайдан 18-19-ға шейін ғана токсикомания айналысады деген негізгі құрамы. Бұл есірткіде де басында сондай клише таққысы келгенмен жастардың есірткісі деп, өкінішке орай қазір бұл үлкендердің арасында таралып жатыр ғой. Бұнда шектеу жоқ, страты жоқ, яғни мысалы жастар героин пайдаланбайды, есірткінің ауыр түрлерін пайдаланбайды, жеңіл түрлерін пайдаланады, ауыр түріне бірте-бірте сатыдан соң барады деген секілді. Ондай жоқ бұнда. Ондай жоқ, ондай жоқ. Бұнда енді біріншіден нені қолданды, низат бар, низатқа қол жетімді оларға. Жастар да, үлкендер де дейсіз ғой. Ал енді осы орайда біз негізгі себебін, салдарын көріп отырмыз. Негізгі себебін не былай бір әлеуметтік тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан баға бере аламыз өзіміз. Ол бағытта зерттеулер жүргізіле ме? Жұмыстар негізгі себептері. Жалпы бұрынғымен салыстырған кезде көп жағдайда
есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының енді біз ақпараттарын дайындаймыз ғой. Бұл профилактикалық бағытта адамдар білсін, осындай қылмыскер ұсталуда деген секілді ақпарат тарату бағытында біз дозамен таратып жүрдік. Мінекей осыншама доза есірткі сатқан қылмыскер ұсталды. Мысалы 100-150 доза десеңіз, айтатын болсақ, ол бір сізге айтайын, бір 120-130 грамм есірткі. Бар болған. Иә, бар болғаны. Бірақ бұл синтетикалық есірткінің қылмыстық жауапкершілігі 1 граммнан басталады. Осыны түсінбейді адамдар. 1 граммнан асты ма синтетикалық есірткінің тасымалдаушы, мысалы, ой көшедегі тек қана құттай жаңағы мынандай тасып жүрген адамды ұстады, құттай қандай бір жаңағы тәркілеген фото суреттерін көрсеткенде бір кішкентай жаңағы ұнтақша болып көрсетіліп таратылып жатыр. 1 грамм деген иә, осында жаңағы комментарийларды біз үнемі бақылаймыз. Адамдар жазып жатады да, осыны да жаңағы есірткі деп отыр ма, осыны да жаңағы қылмыс деп. Ол қылмыс. Ол 1 граммның өзі адамға үлкен зиян тигізеді. Жаңа айтып отырғандай 1 грамм 1 рет пайдаланыңыздың, сосын қайтпайтын жолға түсесіз. Иә, оның өзі заңда анық көрсетілген. 1 граммның өзі қылмыстық жауапкершілік 3 жылдан астам бас бостандығынан шектеледі. Ал былай мынау табиғи негіздегі есірткілер, олардың сәл несі жоғарырақ, көлемі. Сақтау тасымалда қылмыс құрамы. Иә, мысалы бізде Атырау облысында өткен жылы ұсталды қылмыстық топ. Олар Жамбыл облысынан келген 4 адамнан тұратын қылмыстық топ. Атырауға индрайвер жүйесі арқылы келіп, такси арқылы 1 кило 300 грамм синтетика алып келген. Олар мұнда ойлаңыз, 1 кило 300 грамм 10 мыңның үстіндегі доза. Соны таратып сатпақ болған. Тек Атырауға мына біздің вокзалдың маңына келеді ғой, жалпы барлық жол қозғалысына қатысты таксилер болсын, қоғамдық көліктер болсын, сол жерден Атырауға кірген жерден анықталып ұсталды. Сіз ойлаңыз, 1 кило 300 граммен олар қаншама адамды улаушы еді. Бұлай қарасаңыз 1 кило 10 мың доза дегенде көп естілгенмен 1 кило 300 грамм дегеніңіз әр граммы жеп-жеңіл нәрсе ғой деп тасымалдаудан алып жүруде көп еді. Бұл да болса аталған есірткінің енді мен жаңағы анықтап сұрап отырған себебі, мысалы табиғи негіздегі есірткілерге олардың көлеміне қатысты үлкендеу көлемге, мысалы жастардың тенденциясын айтып кетейін. Жаңағы айтып өткен жастар бізде қазір жеңіл нәрсеге әуес. Мысалы, ол заманның өзгеруіне сәйкес біздер, мен үнемі жүрген жерімде айтып, ұсыныс беріп жүремін. Біз заманға сәйкес жұмыс жасауға жетпіз. Себебі қазіргі заман дағы жылдамдықты өлшеу, көзбен өлшеудің өзі мүмкін емес. Мүмкіншіліктер, қазір дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Әсіресе соның ішінде ақпараттың жылдамдығын өлшеу мүмкін емес. Қазір біз осы арада осы әңгімені айтып отырмыз, алайда біз толық мүмкіндігімізді пайдалансақ, осы арадағы айтылған нәрсені біз миллион адамға, 2 миллион адамға шығара алатын мүмкіндігіміз бар. Себебі ақпарат бізге сондай, заманның дамуы бізге сондай мүмкіншілік беріп отыр. Енді қараңыз, жастардың арасында қандай да бір жеңіл ақша, жеңіл бір жаңағы өзіне жақсы нәрсе табу деген нәрсе үлкен бір тез жастар арасында резонанс тез алады. Құндылық болып кетті. Құндылық, иә. Оның өзіне мысалы блогерлер дейміз, қазір әлеуметтік желінің белсенді қолданушылары да бар ғой. Мысалы, олар бір жерде тегін нәрсе таралып жатыр, осындай жерде сізге пайда келеді екен десеңіз, ол тез қызығушылықтарын оятады. Мен жастар арасындағы нашақорлықтың белең алуы, дамуы деп айта алмаймын, бірақ жастар арасындағы мына жеңіл ақша табу бағытында есірткіні сату осындай қызығушылықтан ықпалы бар ғой. туындап отыр. Себебі жастар көп нәрсеге еркін, жеңіл қарайды. Бізде жастар арасындағы еңбекке баулу, олардың бір жаңағы құндылықтарын басқа жаққа бұру деген секілді нәрселерден біз сәл қалыс қалып жатқан сияқтымыз. Себебі құндылықтардың құнын өзгертіп бара жатырмыз. Заманнан қарай сәл қалып бара жатырғанымызды мойындау керек. Әрине. Жету керек деп ойлаймын, есептеймін. Себебі
закладчиктер дейміз, манағы есірткіні жасырын тығып сату әдісі арқылы ол жаңа басында айтып кеттім, өзге облыстың тұрғындары деп. Ол өзге облыс болса да, ол Қазақстан Республикасының азаматы осы елдің. Олардың барлығы, жаңа айтып отырмын, Қызылордадан келген қыздың жасы небәрі 21-де. Олардың барлығы жастар. Мынау өзімізде өзге салған. облыстан келіп 40 жастағы адам есірткіні жасырын тығып сатып жүрген жоқ. Оның барлығы жастарын есептесеңіз, көбінің жасы 25-тен аспайды. Тіпті солай деуге болады. Иә, демек бізге берілген уақытта межесі жетіп қалыпты. Біреу сөзбен осы әңгімемізді түйіндер болсақ, біз қаншама алдын алу іс-шараларын жасайық, қанша жерден оларды емдетейік, емдеу протоколдарының неше түрін қалыптастырайық, профилактикалық іс-шаралар жүргізейік, мына есірткі таратушыларды, өндірушілерді болсын, оларды сатушыларды, тасымалдаушыларды ұстайық. Бұлардың барлығы бұл салдармен күрес болып саналады. Бұның негізгі себебі бұл жаңа өзіңіз әдемі тоқталып өттіңіз, сіз де сөз барысында айтып өттіңіз, бұл сәлде болса біз ата-ана, қоғам тарапынан, туысқандар тарапынан, жалпы қоғамдық тәрбие беру институттары тарапынан қатаңдату керек шығар. Бақылауды, жаңағы әлеуметтік эксперимент барысында да айтып отырсыңыз, қоғам немқұрайлы қарамау керек аталған құбылысқа. Бұл менің отбасыма қатысы жоқ, бұл менің балаларыма қатысы жоқ деп емес, шынымен де бұл қоғамда орын алып отыр. Бүгін болмаса ертеңде менің үйіме келуі мүмкін қауіп деп қарау керек шығар. Сонда ғана кез келген мәселені, кез келген проблеманы қоғамда туындаған қоғам болып шешу керекпіз ғой. Өте дұрыс. Қосыламыз сіздің айтқаныңызға. Әрине қоғам, екінші ата-ана. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге осы уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет айтамыз. Сіздерге уақыт бөліп өз тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге, ой пікірлеріңізді айтқаныңызға және біздің көрермендерді осы бағытта жүргізіп жатқан жұмыстармен таныстырғандарыңызға көп рахмет айтамыз. Аталған кеселді қоғам болып, біз болып, сіз болып жеңетінімізге, оған және жеңуге әркім шын ниетінен өз үлесін қосатынына сенімдіміз. Достық подкасттың келесі шығарылымында кездескенше сау саламатта болыңыздар.